Бала ұрған тәрбиеші 2 айдан кейін қайтадан қызметке оралды. Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы балабақша меңгерушісі теріс қылығымен танылған қызметкерді жұмыстан босатқан. Алайда мекеме басшысы еңбек демалысына кетісімен тәрбиеші жұмысына қайта кірісіпті. Ал білім бөлім мамандары бұл балабақшаның ішкі шаруасы деп отыр. Кімдікі дұрыс? Данияр Әлімқұл анықтап көрді. 5 жасар баланы ұрған үшін Шақпағат ауылы балабақшасының тәрбиешісі осыдан 2 ай бұрын жұмыстан қуылған. Алайда бұндай шешім қабылдаған мекеме басшысы еңбек демалысына кеткенде оның міндетін атқарушы уақытша басшы қуылған қызметкерді қайта жұмысқа алады. Осыған наразы шақпақтықтар балаларымызды балабақшаға жібермейміз деп отыр. Не үшін алады? Қаған тәрбиешілердің бәрі ертеңгі күні ұра берсін дей ме? Балаларымызды ұрғызып қойып қарап отыра бермейміз. Талап етеміз, шығаруын. Ұру фактісі бейнебақылау камерасына жазылған. Мына көріністе тәрбиешінің баланы шапалақпен салып жіберген анық байқалады. Педагог тіпті әріптестеріне бейәдеп белгі көрсеткенде таспаланған. Ал бөбекжай меңгерушісінің міндетін уақытша атқарып отырған Жанар Мейірманова тәртіпсіз тәрбиешінің жұмысқа қайталу туралы бұйрықты Жуалы аудандық білім бөлімі берді дейді. Білім бөлімінің басқармасына несіне міндетін атқарып жатқан жаңа Салтанат Каукаева деген әпкемізге жолығып, сонымен қайта қарастырылып, қаралып, барып жұмысқа келіп отыр. Ал Жуалы аудандық білім бөлімі оқиғаны сіздерден алғаш естіп отырмыз деп, ешқандай бұйрық берген жоқпыз деп ақталды. Қазір комиссия тарапында зерделеу жүргізілгеннен кейін, сол жерде комиссионный шешім қабылданады ғой, қанша деген. Мен мысалы өз көзіме көрмегеннен кейін, мен де қазір ештеңе дей алмай тұрмын. Еңбек демалысына кеткен балабақша меңгерушісін сөзге тартты. Ол мекеме басшысының шешімін жоққа шығаруды белден басу деп бағалайды. Мен жұмыстан заңды деп тауып шығарып отырған адамды кері қайтадан өздері менің рұқсатымсыз, менің келісімсіз бұйрығымды бұзып қабылдап отыр ғой. Ал енді бұл жерде ата-аналардан да маған арыздар түсіп жатыр. Басшының міндетін атқаруға кірісе салып кадрлық өзгерістер жасаған білім бөлімі мен балабақша қызметкерлерінің қайсысы жалған сөйлегені белгісіз. Оны тағы сол білім бөлімінен баратын арнайы комиссия анықтамақ. Ал жәбір көрген балақайдың ата-анасы арыз жазбапты. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі, Жамбыл облысы.